Өтірік жөтеліп, һәм түшкіріп адамларды қорқытқан жігіт жазаланды. Жөтел менен қорқытқан 23 жаслы жігітке қандай жаза берілді? Бүгінгі видеомыз арқылы осылар хақында кеңірек мағлұмат береміз. Бүгінгі күнде дүния елдерінде коронавирустың тарқалып кетпеуі үшін профилактикалық жұмыстар алып барылып отырған бір дәуірде Алматы қаласында ұнамсыз оқиға жүз берді. 23 жастағы жігіт Алматы метросындағы жолаушыларды көкжөтел менен қорқытқан. Бұл осы әрекеті арқылы социалдық тармақтарда пранк, яғни өтірік әзіл істемекші болған. Нәтижеде оның бұл видеосы социалдық тармақтарда тарқалып кеткен. Эпидемиологиялық тексеру һәмде карантин болып отырған бір уақытта жігіттің істеген ұнамсыз әрекеті жинаят болып табылады. Социалдық тармақты бақылау барысында құқық бұзарлық факті анықталып, Алматы қалалық полиция қызметкерлері тарапынан қамаққа алынған. Оның бұл әрекеті қорлық болып табылады. Хайп үшін жас жігіт барлық моральдық этикалық нормаларды бұзып, жинайы жауапкершілікке тартылды. Алматы қаласының қанегелестірілген районлық судының шешіміменен ол 10 күнге қамаққа алынды. Һәм пранк істеген бұл жігіт көпшіліктен кешірім сұрады. Хабарлайн каналынан алдағы уақытта да жаңалықтар күтің, бізден ұзақласпаң.